Армысыздар, арайлы арқалықтың тұрғындары, біздің каналдың оқырмандары. Бүгін біз Арқалық қаласының әкімі Асанов Әмірхан Біркенұлымен сұхбат жүргіземіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Әмірхан Біркенұлы, сізге бірінші сұрақ. Енді жылдың соңы болғандықтан осы жылды қорытындылайық. 22-ші жылдың қорытындылары, жетістіктері, қандай қиыншылықтар болды, мәселелер болды, жоспарға сәйкес орындалмаған жаңағы сәттер, осының барлығын қала тұрғындарына жеткізсеңіз. Енді 2022 жыл қазір 2-3 күннен кейін тарихқа кетеді. Енді көз жүгіртсек, 2022 жылы мен ойлаймын, бірінші қаңтар оқиғасымен есте қалады. Екінші үлкен екі саяси іс-шаралар өтті, ол референдум және президент сайлауы. Енді Арқалық қаласының тұрғындары референдумға да, жаңағы президенттің сайлауына да өте белсенді қатысып, президент сайлауында, референдумда 88-ден 2% не болды, қатысу болды, президент сайлауында 82-де 7%. Енді өзіміздің Торғай өңірімізге қатысты бұл жыл есте қалады, Ахмет Байтұрсынұлының бабамыздың 150 жылдығы. Сол енді ол мерекеге де Арқалық қаласының тұрғындары, кәсіпкерлер белсенді қатысып, сол нені атап өттік, жақсы атап өттік деп ойлаймын. Солындай немен, шаралармен есте қалып отыр, саяси, жаңағы Торғай өңірінің. Енді Арқалық қаласына қарасты не ғой енді, любой іс-шара ақшасыз істелмейді. Сол себептен енді биылғы бюджет 10 миллиард 500 миллион астам болды. Енді бірақ оның ішінде білім саласының ақшасы, оны алып тастасақ, сода бізде 7 миллиард 148 миллион теңге білім саласының ақшасы бізге келді, сразу біз оларға сразу аударып отырдық трансферт ретінде. 7 миллиард 148 миллион теңгені біз игердік. 23-ші жылдың бюджеті қазіргі уже қабылданған 8 миллиард 434 миллион болып тұр. Бұл жерде уже образование жоқ. Өздеріңіз білесіздер, биыл 3 жылдық бюджет мерзімі бітіп, біз енді алдағы 3 жылдыққа біз бюджетімізді қабылдадық жақын арада 27-сінде. Сол енді 8 миллиард 434 миллион теңге игеретін боламыз. Бұл әлі қабылданған бюджет. Жылдың ішінде 4 ретте біз әлі уточнение жасаймыз. Өзгерту енгізіледі, көбейту жағына. Енді бұл бюджеттің бір ерекшелігі, енді жаңағы су құбырына берілді, жаңа жолға берілді ақша, бұл тұрғындарға байланысты үйлерімізді жөндеуге 100 миллион теңге трансферт берді целевой. Облыстық бюджеттен қайтарымсыз. Сол 100 миллион ақшаға біз енді 10 үйде бір үй әлі біткен жоқ, 9 үйдің төбесін жөндедік. 2 үйдің балконы қирайында құлайын деп тұрған, көптен бері шешілмей келе жатқан бір проблеманы шешіп, сол 2 үйдің балконын жөндеп бердік. Сонда соған 100 миллион теңгедей ақша кетті, экономиясы бар, оны енді цифрлы білмейтін, бір 4-5 миллион экономиясы бар ойдым. Сосын бір 2-3 үйдің несін істедік, входной группасын, козыректан. Артылған ақшаға сол үлгергенімізше солар істеп тастадық. Сондай жұмыстар істелінді. Енді Демченко көшесіне, Шақша Жәнібек көшесіне 4-6 шақырым асфальт төселінді. Енді өздеріңіз білесіздер, өздеріңізде соцсетті қарадыңыздар, мынау Шақша Жәнібекте, әсіресе Демченко көшесі, біз енді Родина, Нахаловка, Олимпийский, Ақбидай, сол елді мекендермен байланыстырады ғой, Демченко көшесі. Жүруге вообще мүмкіншілік болмады ғой көктемде. Сол
соған 163 миллион теңге ақша алып, 2-де 2 по-моему шақырым соны жөндеп бір қалыпқа келтіріп алдық. И Шарша Жәмек көшесін бастадық. Енді брусчаткасын ол вообще ол проект 335 миллион теңге. Сол 114 миллион теңгесі келесі жылдың бюджетіне қаралды. Анау брусчаткасы жалғасатын болады. Сонымен сол Байтұрсынов көшесі шейін қиыршақ тас дейді ғой. Сонымен аяқтаймыз Шарша Жәмек көшесін. Енді благоустройство. Сол себептен енді өзіңіз сұрақ қойдыңыз, басқа да тұрғындар Қайырбек көшесі шында да өте қауіпті болатын. Өзімде өтіп жүргенде ойлайтын, анау адамдарға өте қауіпті. Қаладан кірген кезінде бұл жерде үлкен машиналар жүреді, адамдар жүретін жол жоқ. Сол 28 миллион теңге берілді. Енді кешірек берілді, бірақ соған қарамастан біз конкурсын өткізіп, олында брусчатка төсеп аяқтап алдық. Ана кішкене аяқталмаған несесі в рамках кепілдік шартта кепілдік бар, солмен ол көктемде аяқтап береді. Кішамаға нелерін. Енді в целом ол жұмыс аяқталды. Сондай жұмыстар істелді. Енді былай қараса, биылғы жылдың кетіп баратқан жылдың 22 благоустройство озеленение города 67 миллион теңге жұмсалды. Паркта жаңағы балалар ойнайтын жер істелінді, площадка істелінді. Сосын енді ақшаның тапшылығынан байланысты біз детский игру площадканы бастадық деп айтайық. Бір-екі элемент қойып бастадық. Енді сонда мен айтқан болатын, бұл бастамасы арғатты ол жаңағы элементтермен толтырамыз деп. Енді 23 жылғы бюджетте біз осы детский игровой площадкаға 43 миллион қарастырып отырық. Жаңағы биыл бастаған 7 детский игровой площадканың жанына тағы да элементтер қосып жалғастырамыз. Сосын тағы да басқа жерлерге қоюға жоспарлап отырық. Сондай жұмыстар бар. Соның бір. Екінші, неде орталық паркта карусель қоямыз деп жоспарлап отырық. Қазір енді соны таңдау үстінде, конкурс жақын арада жариялаймыз. Енді кемі бір, атак 2 қоямыз деп жоспарымыз бар. Енді қымбат, өте қымбаттап кеткен екен. Бірақ сондай қала болғаннан кейін паркқа балалар келеді. Келгеннен кейін бір карусель болмайды. Сол себепте сол карусель жоспарлап отырық. Сосын бізде 9 этажды үйлердің лифттары проблема болатын. Енді өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік желіде неде жатады, ол енді әңгіме көтеріледі де жатады. Лифттар енді бұрын кеңес уақытынан қалған нелер ғой, лифттар. Соның үшеуін айырбастаймыз. Үшеуі еді өзі ескі болып тұрған. Сол үшеуін айырбастаймыз. Ақша қаралды, қазір конкурс жариялайын деп отырық. Ол да үлкен жұмыс, өйткені өзіңіз білесіз, енді лифт сынып қалса, үлкен кісілерге, бір үйлерде даже кішкене несі шектеулі, мүмкіндігі шектеулі азамат кісілерде тұрады екен жоғарғы этажда. Оларға өте қиын. Сол енді лифтті осы 2-3 айда қойып алсақ, сол жақсы болады деп жоспарлап отырық. Сосын жаңағы брусчатка туралы тағы да жоспарларымыз бар, сұраныс беріп жатырық. Қазір есептеу үстінде Демченко көшесінде өзіңіз білесіз, адам жүретін тротуар өте қолайсыз. Соны соға жегі жоспарлап отырық, брусчатка төсеміз бе деп. Сосын Абай көшесінде мынау тоже кеткен, көп болып қалған ғой төсегендеріне. Сол жерге де жоспарлап отырып, брусчатка төсеп бастаймыз ба деп. Сосын енді қала бойынша бізде освещение 85% деп есептеп отырық. Шамамен 2247 бізде фонаріміз бар, жаршам.
сол енді не жарықтандырылмаған микрорайон западный бір 4-5 көше, сосын қаланың ішінде де көшелер бар жарықтандырылмаған, соларға 30 миллион теңгедей салып жатыр. Опораларын қойып, сол жарықтандыру жұмысты жалғастырады. Сол үшін биыл жоспарымыз 100%-ға жеткізу. Қаланың көшелерін, дворлар емес, қазір көшелерін жарықтандыру жұмысы сол жалғасады. Сонда 100% болады деп есептеп отыр. Енді келесі жылдың бюджеті тағы да биыл енді біз ауылдарда ешқандай көшесінде асфальт төсей алмадық. Қалада жаңа 2 көшеден бөтен. Келесі жылы опорный село дейді, Восточная, Фурманова, Аштасты, Родина. Тірек ауылдар. Соларға 1 миллиард 148 бакен сондай ақша бөлініп жатыр. Неде, мысалға, Родина ауылында 12 көше, Фурмановада, Восточный, Аштасты біреуінде 4, біреуінде 7, біреуінде 8 көше асфальттанады. Соған уже ақшамыз бар. 1 миллиард 148 миллион теңге. Ол бір, екінші креверс ауылдағы креверс жол енді Үштөбеден бастайын деп жатыр. 14-4 шақырым ұзындығы. Тех документация істеген болатымыз, 850 миллион теңге болды. Соған биылғы таңда шамамен 250 миллион теңгедей ақша бөлініп, жұмыс басталады. Сосын арғатай жалғасын табады. Сондай тех документация басқа да Целинный, Молодежный, Матросова, Жалғыстауға істеп қойдық. Сосын 2-ден қартай 2 этаппен оғанда істеу бастадық. Осы жақын арада аламыз, құжаттамасын, сосын бар ұсыныс беретін боламыз. Енді жаңағы Терсаканский группа дейміз ғой, о жаққа енді 24-25-те жоспарланып отыр. Сол ақша берілсе, ода жаңағы Үштөбе секілді креверс жол істелінетін болады. Енді жаңа сұрадыңыз, қандай жоспарлар орындалды, қандай орындалмады. Өкінішке қарай орындалмаған жоспарлар болып тұр. Ол бірінші Северный шағын кентке су өткізе алмадық. Мәдігерлердің салдарынан 222 миллион теңге берілген болатын. Соны олар игере алмай, жұмысын істей алмай, ол күні өскінге шейін сол әлі жұмысы жалғасып жатыр. Енді 2 жылдық ойлаймыз келесі жылы бітіреді ғой деп. Ақшасы да өте қатты көп емес қой. Соны енді мәдігер Монолит деген мәдігер Алматы облысының жағынан, Теккелі қаласынан. Сол істеп бітірмеді. Істемеген. Сосын Үштөбе ауылының суы, енді оның құбыры бәрі тағылып тұр. Су бермей, аяқтамай Данекер деген Жезқазғанның компаниясы, ол да аяқтамай кетті. Қазір енді оны тартылған қаражат есебінен АТЭК-тің жұмысшыларын привлекать етіп, соған су береміз деп қазір жұмыс жасап жатыр. Кешеде ғана бір тағы да дополнительный керекті жабдықтар сатып алып, тартылған қаражатты есебінен сатып алып жатыр. Соны тағып кетті. Енді қазір су беру жұмысы жүріп жатыр, бригада жұмыс жасап жатыр. Су қатқылған ғой. Енді оны сотқа бердік, мәдігерлерді. Сотты шешім бар, бірақ жаңағына шешімде оны жаңағы мәжбүрлеп істеу деген несі бар, жазылған пункт. Бірақ жаңағы мәдігерлер істемей жатыр. Енді оны біз соны Үштөбенікін ол қашан жаңағы мәдігер істейді, аяқтайды деп қалдырып қойсақ, біріншіден 232 миллион теңге ақша жұмсалды. Енді біз көп ақшасын бітірмегеннен кейін аудармаған ақшамыз бар, 15 миллион теңгедей. Запуска. За минус это все равно 200 миллионнан астам ақша аударылды. Ол бір пайдасы тұрады. Біріншіден, екіншіден жаңағы
кабелин, люкты, крышкаларды, тағы да басқа нелерді уже қолды болып кетіп жатты. Сол себептен мен шешім қабылдадым, оны мәдігерге қарап отқанша біз істейміз. Сосын мынау жіберген шығымымызды мәдігерге иск береміз деп сөйтіп шешім қабылдап, қазір сол жұмыс жасап жатырмыз. Береміз, қазір сосын барып қорытындылап қанша шығым жасадық, соларды сосын мәдігерге иск беріп, солай өтеп аламыз ба деп ойлап жатырмыз. Енді ең басты жылу жүйесі ғой, халықты не дейтін алаңдататын. Мен өткенде де айтқан болатын, тағы да айтам, одан енді ешқандай қорқыныш жоқ. Мынау көмір котелдарымыз, қазандықтарымыз жұмыс жасап жатыр. Мынау жылуды сол көмір қазандықтармен беріп жатырық. Енді әрине мәдігердің салдарынан бір пусконаладка жасай алмай, өздерінің бір нелі кінәраттары бар. Қазір оны жөндеп жатыр. Бригадасы келіп, не керекті нелерді жабдықтарды әкеліп жөндеп шығады. Енді ең басты бір жақсы алдын ала олар алдында былтырғы отопительный сезонда олар несін білмеді, причинасын. Неден жаңа котелда дұрыс жұмыс жасамай жатқан. Сол Алматыдан бір бригада эксперттер келіп, сосын Алтайский край, город Бийск дейді, содан бір эксперттер келіп, жаңағы қазандықтарды қарап, несін тауып берді, не деген екен. Енді соны устранять етіп жіберсек, ойлаймын, что жақсы болып істеп кетеді ғой деп. Ең басты сол несін таптық, причинасын, себебін тауып, енді оны мәдігер өзі қаражатына в рамках пусконаладки дейді ғой, соның өзі істеп жатыр. Біз тек қана оны қадағалап жүрік. Енді келесі жылғы бюджетте біз жаңа теплотрасса айтайын, проектісін несін алып жатырық біз. Ваша ұзындығы 34,7 шақырым, тозығы жеткен 85-87%. Соны енді оны біз этап-этаппен бөліп, 3 этапқа реконструкция қайтара жөндеуге проект істеттіріп жатырық жобаны. Бірінші этабын бүгін ертеңдері аламыз, ол 7 шақырымдай болады. Құны шамамен 3 миллиардтан астам. Сосын біз құжатымызды алғаннан кейін неге сұраныс береміз, облыс бюджеттен немесе республиканың бюджеттен трансфер сұрауға. Соған енді беріледі деп ойлап отырып, соны бастаймыз. И екінші, үшінші этапының қағаздарын біреуін 1 июльге шейін, екіншісінікін 3 июльге шейін жоспарлап отырып аламыз деп. Сол алсақ, оны келесі жылға сұраныс береміз. Сонымен 34,7 шақырым ұзындығы бар теплотрасын айырбастаймыз ба деп жоспарлап отырық осы 1-2 жылдың ішінде. Енді су құбыры тоже өте тозған, 190 шақырым барлығы қала бойынша. Соның тоже 85% тозып тұр. Соғанда біз проект істеттік. Ең жаман участоктары 25,6 шақырым кен. Оған жоба істеттіріп, сараптамасын алдық. Бюджетке келесі жылдың уже ақша берілді, 985 миллион теңге. Соның ең жаман участоктарын бастаймыз келесі жылы. Сосын қалған онда бір 2 неге бөліп тастадық этапқа. Сосын қалғандарын сол 60 шақырымнан істейміз деп жыл сайын не жасаймыз, проектный сметный документация жасап, 23 жылы, 24 жылы қалған участоктарын істейміз деп жоспарлап жатыр. 24-те 60 шақырым, 25-те 60 шақырым. Но самый ең басты мынау қатты тозып тұрған 25-те 6 шақырым. Ең тозып тұрған. Өткенде де не болып, авария болып, не көшесінде, Горбачев көшесінде
2-3 күн сусыз тұрып қалдық қой. Өздеріңіз білесіздер, өте тозған, барып қарап жүріп қой, көріп жүріп, жігіттердің, АТЭК-тің жігіттердің арқасында жаңағындай нелер уақытында нетіп, істеп, күн демей, түн демей. Күн демей, түн демей. Сол істелім шықты. Ол бір, сосын өздеріңіз білесіздер, биыл 11 бірлік оларға техникалық берілді, 370 миллион теңгеге нелері, арнайы техникалар олардың тозған болатын. Сол облыс бюджетінен, қалалық бюджетінен 114 миллион беріліп, сол жаңа арнайы техникалық алып беріп жақсы болды АТЭК-қа. Сосын жаңағы көп авария болатын су водопровод трассада мынау Ашутасты мен Ангарскийде. Оғанда ақша биыл бөлінді, екі этап 22-23 қылып. Соның 250 миллион игеріп, ауылдың ішіндегі нені құбырды үлгірді мәдігер істеп. Енді Ашутасты 10 көшеден 7 көшен үлгірді, 3-ін үлгірмеді, бірақ әтеуір жаңағы жиі авария болатын жерлерін жөндеп үлгірдік, қазір сол жаңа трассамен беріп жатыр. Енді келесі жылы қалған ақша уже бюджетте қаралды, ол жұмыс жалғастырылады, магистраль істейді, основной, сосын жаңағы қалған көшелер Ашутасының 3 көшесін істелінеді. Ангарский 100% уже новый трассадан алып жатыр. Оларды енді осы күнге шейін әр жер жарылып, су біріншіден колонкада да, екіншіден су дұрыс болмайтын. Қазір енді үйлеріне кіргізіліп, су алып жатыр. Сондай жұмыстар су мен нететін қамтамасыз ету жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жоспарларымыз алдағы уақытта да бар. Екітін Жаңақала қайындығы пункт раздачи воды соған проект істеттіріп 468 миллион кажется. Соған ұсыныс бердік, қарау үстінде. Если ол ақша беріліп жатса, біз сол жаңа округқа жаңағы скважинадан ауылға тартып, ортасына жаңа пункт раздачи воды қойып береміз. Сосын өзіміз жаңағы АТЭК-тің қалалық бюджеттен ақша беріп, Аққошқардағы скважинаны насосын алып беріп, құбырын АТЭК-тің нелері, жұмыскерлері сол авария болған жерлерді жөндеп, Аққошқардың ауылына да судың жөндеп бердік. Ол да енді қазір оларда алып жатыр сол неден, скважинада, трассадан. Сондай жұмыстар, сондай жоспарлар. Енді келесі жылдың бюджетінде жаңағы 100 миллион беріліп, 10 үйдің төбесі істелінді дедік қой. Сол 200 миллион, сол бағдарламамен 200 миллион беріліп жатыр. Сол жұмыс жалғастырылады. Оның үстінде біз енді фасадты істейміз бе деп жатырық. Өйткені көп үйлерді сіз өздеріңіз байқасаңыздар, крупноблочный, крупнопанельный үйлер ғой, шофтары күннің, желдің, судың әсерінен уже тозығы жетіп қалған. Оны енді жай адамдар жөндеу үшін арнайы техника керек. Соны енді келесі жылы соны жоспарлап отыр. Қазір енді қалай шофтарын бітеп үйді красить саламыз ба, немесе арнайы материалдар бар, солмен қаптаймыз ба деп есептеп жатыр. Енді арнайы материалдардың да түрлі-түрлісі бар. Бағасы өте қымбат. Қазір если сонда арнайы материалдармен істесек, бір үйге кемінде 30 миллион кетеді екен. Сонда 100 миллион берсек 3 үй істелінеді. Онда бізде барлығы 133 многоэтажный жилой дом бар. Көп қабатты, 133. Жылында үшеуін істесек, онда өте созылып кетейін деп тұр. Жаңағыны шовын бітеп красить етсек, онда бір үйге шамамен 15 миллион кетеді екен. Бірақ онда көбірек істелінеді. Бірақ оның 3-4 жыл сайын тағы да красить етіп отыру керек. Сол себептен мына жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Сол ешкене мамандарыма айттым, тағы да нелеріңізді, ұсыныстарыңызды беріңіздер.
рынокты, нарықты зерттеп, ұсыныстарыңызды беріңіздер деп қайтара қарастырып жатырмық. Әлі шешім қабылдаған жоқпыз. Бірақ 100 миллионды фасад істейміз деп жоспарлап отырмық. 100 миллионды төбе жұмысын жалғастырамыз деп жоспарлап отырмық. Енді благоустройство деп жатырмық қой, келесі жылдың бюджетінде қазір 200 миллионға жуық ақша қарастырып отырмық. Если былтыр біз 67 миллион жұмсасақ благоустройствоға, келесі жылы 200 миллион. Бұл әлі бастамасы, әлі сұраныстарымыз бар. Әлі жылдың ішінде бұл ақша әлде еселеп көбейеді. Ол жаңа детский игровой площадка, тротуар деп жатырмық, карусель деп жатырмық, сондай жұмыстар. Әмірхан Бракенұлы, жаңа сіздің айтқаныңыз бойынша сұрақтарды жазып алдым. Үйлердің төбелерін биыл 100 миллион бөлінді ғой. Соған байланысты жаңағыдай мягкая кровля дейміз, төселді. Бірақ тұрғындар тарапынан көптеген сұрақтар туындатты. Қоқыс лақтырады жаңағы жөндеуші компания, және де жаңбыр күнде қалдырып қойған жаңағы толық жаппаған кездері болыпты. Осы мәселені келесі жылы жоспарлап отыр ғой, тағы үйді жаңағыдай жабу. Қатаң бақылауға алынса деген тілек бар тұрғындардың. Жаңағыдай істеген кезде қоқыстарын лақтырмай, жан-жаққа шашпай, сапалы жаңағыдай істеп кетсе деген өтініштері бар. Соны мен жеткізіп отырмын сізге. Рахмет. Енді бір үй бітпей қалды, Шаршы Жәнібек 83-тің, бірақ оның материалын алғызып, келесі жылы жалғастырамыз деп ойлап отырмық. Біріншіден ақша кеш бөлінді. Екіншіден отқан мәдігер, Шымкенттен отқан бір кәсіпкер, өте несі болды, базасы төмен болды. Сол созып, осы күнге шейін жеткізді жаңа жұмысты. Әрине қадағалаймыз, әрине қадағалап жұмыс жасайтын боламыз. Келесі сұрағым, жаңа сіз айтқан бойынша жолдар, жаңағындай жаяу жүргіншілер жолдары салынады. Осы орайда халықтың тағы да бір өтініші, жол қауіпсіздігіне көп көңіл бөлінсе, лежащий полицейский дейміз ғой орысша, соны көбірек орнатса, әсіресе мектептің қасындағы жолдарға, өйткені біздің кейбір жүргізушілер скоростной режим дейді ғой, жылдамдықты өте қатты асырады, авария болады. Осы мәселе бойынша да назарға алсаңыз. Жақсы, оны келесі жылдың былтыр да біз Шарбакен сонда миллионға біз жаңағы лежачий полицейский алып таққан болатымыз 250 метр. Енді ол бізде Қазақстанда шығарылмайды екенде, Ресейде ғана шығарылады да, біз екінші объявление берген кезінде ешқандай мәдігер шығып бізге жаңа әкіп таға алмады. Енді келесі жылдың бюджетіне біз 5 миллион теңге қарастырып жатырмық. Тағы да қарастырамыз, нетеміз, ақша бөлеміз, өйткені дұрыс айтасыз, біздің жүргізушілер ішінде барлығымыз енді бар қауіпсіздікті сақтамай, аулаларда үлкен немен жүреді, жылдамдықпен жүреді. Көшеде де қатты жылдамдықтармен жүреді. Қазір сол біз видео камера сұраттырып жатырмық. Облыстың бюджетті сұранысымыз бар, 3-4 көшеге скоростарын фиксировать ететін сергек секілді камера бар ғой, сондай. Ол қымбат екен, 40-50 миллион тұрады екен. Сол себептен мен бюджеттің көтерілмеді, қалған бюджет көтере алмады. Біз облыс бюджеттен сұраныс беріп жатырмық. Соны 1-2 көшеге қойып тастаймыз деп жоспарлап жатырмық. Мынау жалпы ненің қаланың қауіпсіздігі үшін біз биыл 28 камераға жеткіздік. Паркта қойдық, көшелерді қойдық, скверлерді қойдық. Әлде де жалғастырамыз. Ол камералар бұрын біздің диспетчерскийде еді, шығып тұрған вывод. Енді оны жақын арада неге УВД-ға ішкі істер органына ауыстырып тастадық. Соға қарап, жаңағы полицияның қызметкерлері шара қолдасын деп, буквально кеше ғана ауыстырып, сонда шешім қабылдап ауыстырып тастадық. Келесі сұрағым, сіз айттыңыз, келесі жылға 43 миллионға балалар алаңқайы салынады. Осы орайда жаңағындай өтініш, жұмсақ
төсеніш қарастырылса. Міндетті түрде біз оны қаладан қарастырып фотографияларын әкелдік, жұмсақ төсеніш қарастырылады. Биылғы даже қойғандарға да сол жұмсақ төсеніштерді төсеміз. Төсеп, сосын барып қосымша элементтерді қоямыз. Өйткені әдем болу керек қой, балаларды жақсылыға үйрету керек, несінде расцветкасында береміз. Өйткені паркта қойған корабликтің астында төседік қой, сондай төсеміз. Сондай төсеміз. Келесі сұрақ, жылыту біздің қазандықтарына байланысты, соларға байланысты бізде кішкене авария болды, апат болды, уақытша мазутпен жұмыс істеп. Осы орайда жауапты мердігер осы мазутпен жаққан ақшаның қаражатын ақшасын өтей ме? Өйткені мазуттың бағасы қымбат, ол бюджеттің қаражаты, бюджеттің қаражаты дегеніміз халықтың қаражаты. Соның кесірінен мысалы көмірмен жағылмай, мазутпен жағылды. Осы кеше ғана облыс әкімі бізге айтты, облыстық бас прокурорымыз қадағалауға алынады, прокуратура. Осы жерде жаңағыдай компенсировать ете ме жаңағыдай шығынды? Сол туралы сұрайын деймін. Әлде бұл өзі солай қарастырылған ба? Енді біз былтыр сол мазутпен жіберген, мазутқа жіберген шығымымызды сосын өзіміз ТЭЦ электроэнергияны вырабатывать етпей біз неден сатып алып қой, напрямую электроэнергия Кегоктан. Соған не берген болатынымыз иск, бірақ сот қолдамады, біз оны қайтара беріп отырдық. Енді кеше тағы да сөйлестік, осы биылғы осы отопительный сезонда жіберілген мазутымыз бар, 2400 тонна кетті. Оны да есептеп беретін болмысына, светімізге кетіп атқанымызды, мазутқа кетіп атқанымызды, шығымызды міндетті түрде береміз. Өйткені мәдігер жауап беру ғой, соның салдарынан ғой біз электроэнергия сатып алып атқанымызды, и мазутты да жұмсап атқанымызды. Осы жылы өте жақсы бір тәжірибе болды АТЭК-тің базасында бос орындар жәрмеңкесі. Ярмарка вакансия, орысша айтқан кезде. Осы үрдіс алда да жалғаса ма? Өйткені бізде жұмыссыз жүрген азаматтар жетерлік. Өте керемет болды, халықтың көбісі барды, жаңағыдай жұмысқа орналасқандары бар. Бұл да әкімшілік тарапынан жасалып жатқан жақсы игі істер деп ойлаймын. Ондай болды. АТЭК-ға сменаға толтыратын адамдар жоқ деп айтады. Я говорю, неге адам келмейді, сосын барып тапсырма беріп, ярмарка өткізіңіздер деп, сол мен орынбасарыма ярмарка өткіздік. Сол 80 бірнәрсе вакант должностың соның 40 бірнәрсесі, 40-тан астамы жұмысқа орналастырылды. Қазір ақындап келіп жатыр, халық естіді. Енді байқаймыз, керек десе оны өткіземіз. Басқа мекемелерге. Допустим, киоскада қазір ошақты адам керек, жетпей жатыр. АТЭК-қа да әлде де керек. Бірақ мамандарда болу керек, кішкене инженерлер көп керек болып жатыр. Программисттер керек болып жатыр бізге, жаңағы АТЭК-қа. Өйткені бұрынғыдай емес, қолмен көмір салмайды, программамен ғой. Сол программист керек, компьютердің жанында отырып, давлениені, пара, давление воздуха, соның бәрін подача воздуха, подача угля, соны бәрін компьютермен регулировать етіп отырады. Программист керек. Жақсы. Келесі сұрағым, мен осы жаңа айттыңыз, камералар орнату жоспарда бар. Бізде осы дәстүрлі қалыптасқан вандализм мәселесі өте өзекті. Өйткені қала әкімшілігі өте көп жұмыс істейді. Соңғы қардан жасалған фигуралар, мысалы, жақсы жасалған, дегенмен де жаңағындай кейбір азаматтар соны сындырып, бүлдіріп, сондай бір жаман қылықтар жасайды. Осы орайда осы камераларды орнатқаннан кейін міндетті түрде ол кісілер жазаланып, былай орысша айтқанда осветить, осындай құқық бұзушылықтар болды, жазаланды деп, яғни басқа азаматтарға сабақ болсын деп, сондай жоспарда бар ма? Осы вандализммен қалай күресуге болады? Енді вандализммен күрескенде ең бірінші балаларға оны бүлдіретін ата-ана жұмыс жасау керек, ең бірінші, ең басты. Сосын мектеп, сосын қоғам. Енді
жаңағындай бұзушылық болып тұрады, бірақ енді динамикасын қараса қазіргі уақытта азайды, өте жақсы азайды. Қазір жастардың көзқарасы өзгеріп, тәрбиелі культура дейді ғой, мәдениеті жоғарылап, қазір түсіндіруді азайтты. Былтырлары мен білемін, мынау скамейкаларды бұзып кетеді мына көшедегі. Биыл енді ода көп бұзылған жоқ, бұзылды, бірақ аз бұзылды. Сол себептен ойлаймын, кішкене дұрысталып келе жатыр, мынау қалаға сүйіспеншіліктері өсіп жатыр. Енді бірен саран болады ғой. Әрине жаңағындай камерамен ұсталып неткендері бар, бірақ енді жұмыс жасағаннан кейін оларды камера көрсетіп, олардың несін осы өзіміздің тұрғынымыз болғаннан кейін недесі кешірім сұрағаннан кейін қоямыз. Бірақ анау рецидив болса, міндетті түрде көрсететін боламыз. Өте жақсы. Енді жаңа айтылған мәліметтерге байланысты қорытынды жасауға болады. Келесі жылы ауылдық мекендерге өте көп көңіл бөлінеді. Оның ішінен бұл басты біздің президентіміздің келесі жыл ауыл жылы деп жариялануының себебі де бар деп ойлаймын. Сондықтан да әкімшілік тарапынан арқалық маңындағы ауылдарға баса назар аударылады. Келесі менің сұрағым, мынау қаңғыбас иттер соңғы уақытта бізде үлкен қоғамда резонанс тудырып жатқан мәселе. Осы қаңғыбас иттермен әкімшілік тарапынан қандай жұмыстар жүргізіледі? Енді былтырғы 21 жылғы жаңа мәліметті қарасам 1100 ит атылған екен. Биыл 776 бас. Өздеріңіз білесіздер, заң қабылданып 1 наурыздан бастап иттерді атуына не қойылды? Кедергі мораторий жасалды. Бірақ ол жұмыс істелінеді тек қана арыз түссе, участковый міндетті түрде барады, сосын барып жаңағы итті атады. Өзінің арнайы мылтығы бар, арнайы шприці бар. Енді біз не жасап жатырық? ИП Анешпен шарт жасап меморандумға пункт для содержания бездомных собак и кошек жасатып қойдық. Енді бірінші финансирование басталады ғой, сол январдан бастап жаңағы бастайды олар енді принимать етуге. Енді бұл иттер де мысықтар да басқа елден келген жоқ, өзіміздің тұрғындар ұстайды, сосын асырамай асыраусыз қалдырады. Сол себептен сіздің аудиторияңызбен пайдаланып отырып айтқым келеді. Жаңағы иттің де мысықтың да ұстау керек балаларға, бірақ оны оғанда міндеттеме алу керек. Жауапкершілікпен қарау керек. Асырадың ба? Жағдай жасап, үйде ме мысықты, итті де өзінің аулаңда ұстап, солай ұстау керек. Ата керемес кезінде атта жер салады, сосын ол бәрі жиналып көшеде жаңағындай адамдарға қаншама қиянат жасайды. Басқа өңірлерде өзі Құдай сақтасын, бізде болған жоқ, бірақ басқа өңірлерде кішкентай балаларды талап андай басқа жаман жағдайға жеткізді ғой. Сол себептен ол міндеттеме алу керек, кішкене қарау керек асыраудың алдында. Ана енді біз енді подвалды қарап жүреміз, төбені қарап жүреміз, қанша үйлердің подъездерінде толып тұрады ғой мысық. Мен сізге айтайын, Абай неше екен? Абай 110, соның артында бір былай үй тұр, Абай көшесінде. Абай 102 екен, 104, по-моему. Анау бір кісі жалобымен келді, үйім көгеріп кетті деп. Терезесі.
сол бардым былтыр, осы биыл қыстыгүні. Барсам, мысық каждый не площадкада. Бір алты мысық деді, я говорю, масқара ғой, там не подъездге кіресің, кәдімгідей антисанитарий иіс масқара. Сосын тапсырма беріп, ана мысықтарды құртыңдар деп. Сол құртты, сонда сұраймын ғой, неше мысық? 6 мысық. Бір 5 этажды үйден 6 мысық шықты. Соны айтам, енді вообще дұрыс емес қой енді. Сұрасаң үйде ұстау керек, әдемілеп тұрып, жуып, тазалап қарау керек. Жақсы, келесі сұрақ. Көшелерде қатты сырғанақ жерлер бар, соған байланысты тұрғындар көшелерге құм себу мәселесін көтеруде. Осы тұрғыда. Енді бұл өте маңызды сұрақ. Бәрі қаражат шешеді ғой. Мынау мен сізге айтайын, осы 22-ші жылдың бюджетінде қар тазалауға небары 19 миллион қаралған. 19. Ол қаланың ішіндегі қарды және мынау ауылға кіреберіс жолдар бар ғой, 3-5 секілді, жаңа Фурманова, Восточная, Аштасты, соған 7 миллион. Қазір жанармайды білесіздер қанша екен, қосалқыны білесіздер қанша екен. Сол себептен біз жаңағы жұмыстарды істей алмадық. Енді келесі жылдың бюджетіне қалаға 51 миллион теңге бөлініп отыр. Жаңа кіреберіс жолдарға 30 миллион теңге бөлініп отыр. Сол себептен жаңағы құм себуді де енді қарастыруға болады. Өйткені мен жаңағы құм себуге жұмсап қойсам, қар тазалауыма жетпей қалады ғой. Рационалды жұмсау. Жақсы, келесі сұрақ. Қоғамдық көлік мәселесі толыққанды қашан жұмыс істейді? Яғни бізде 1-2 маршрут қана бар, оның өзі көптеген тұрғындар тарапынан сұрақ туындайды. Былтыр мен осы мәселені көтерген кезде бір ұсыныс жасаған. Қостанайда қоғамдық көліктің GPS-пен жұмыс істейді. Тұрғындар үйден шықпас бұрын GPS-пен қарап отырады, автобус қай жақта келе жатыр. Және жақында остановка аялдамаға жақындаған кезде шыға қояды, соған отыра қояды. Біздегі тұрғындардың неге жаңағындай көбісі отырмайды, өйткені күтіп оларды такси алып кетеді. Осы мәселе. Егер де жаңағындай қоғамдық көліктің иесі, компанияның басшысы ондай қаржым жоқ GPS орнатуға дейтін болса, онда бір диспетчер отырғызса, яғни халық звондап сұрауға да болады. Қыстың аяз уақытында 30 градуста далада тұрмай, үйде отырып, қай жақта келе жатқанын туралы сұрап, сосын сол уақытта жаңағы аялдамаға келе қалса, мен ойлаймын, қоғамдық көліктің пайдаланушылар саны артады деп. Енді ең басты мәселе, мәдігер жаңағы қоғамдық көлік алмай жатыр. Сол енді несие алып жатыр қазір таңда, документін тапсырып мақұлданып жатыр. Сол келесі жылдың басында үміттеніп жатыр, несие алғаннан кейін автобуса келеді. Ең басты жұмыс біздің істеп қойғанымыз ол 2023 жылдың бюджетіне біз уже жаңағы шығысы мен кірісі бізде адамның жүретін аз болғаннан кейін тиімсіз болып тұрды ғой, сосын ғой бізде ешкім автобуспен жүрмей жатқан. Бюджетке біз 32 миллион теңге қарастырып қойдық, субсидировать етуге, чтобы анау убыток кетіп қалмасын деп. Бір, екінші, жаңағы шопырларға жалақы берсін деп. Өйткені 150 мың теңге ақшаға, жалақыға шопыр таппады. Қазірдің таңда 2 автобус тұр, соған жалақы таба алмай жатыр. Жүргізуші таба алмай жатыр. 150 мың теңгеге. Сол енді бюджетке біз салдық. Енді бір ол жаңағы хронометраж жасап, жаңа субсидияны төлеу бастау үшін ол полный маршрутты толтыру керек. Маршрутты 5 автобус болса, 5 автобуспен қою керек. Бір автобуспен біз хронометраж жасай алмаймыз. 5 автобус қойып, сол 5 автобусқа 5 қызметкер жұмысшыны қойымыз. Сосын хронометраж жасайды бір айдың ішінде. Сосын барып сессия мәслихатына шығып, осынша кіріс, осынша шығыс,
сол мына несін екеуінің разницасын біз бюджеттен возмещать етеміз деп сөйтіп келтіруге, соған біз не жеткізе алмай жатыр, жеткіздірмей жатыр, автобус шығарылмай жатыр. Айтып отырмын ғой, манада таңертең келді, 2 автобусым тұр, не істеймін дейді, жүргізуші жоқ. Енді одан 150-ден артық көтеруге ақша жетпейді. Енді ол 150-дің өзін ол нетпейді, кіріс жасай алмайды, төлей алмайды. Түсінікті. Бұл жерде жаңағындай адам толтыруға байланысты тағы да жаңа сіз айтқаныңыз, GPS қоюға қойса жаңа мәдігер, біз оны тоже төлеп береміз. Мемлекет тарапынан компенсация болады, төлеп береміз. Сондай орнатса жақсы болатын еді, өйткені халық күтіп жаңа шаршап. Енді автобусқа келсе екен, сол автобусқа келсе бүкіл жағдай жасап беруге біз дайынбыз. Енді гаражында тауып беруге, жаңа компенсациясын хронометражында тездетіп істеп беруге. Өйткені уже 1 жылдан асты, уже ыңғайсыз болып отыр шынында. Яғни әкімшілік тарапынан барлық қолдау жасалады. Иә. Тағы да бір айта кететіні, неге қоғамдық көлікке көбісі отырмайды, таксиге отырып кетеді, жаңа отырып 100 теңгемен қалаға жетеді көбісі. Өйткені қоғамдық көліктің жылдамдығына көп сұрақтар туындайды. Бұл сіздің алдыңызда да үлкен проблема болған бізде. Халықтың өзі айтатын анекдотқа да айналды, қоғамдық көлікпен жүргенше жаяу жүрген артық деп. Өйткені жылдамдығы өте төмен, ақырын жүретіндігін. Сан аз ғой. Сан аз. Өйткені бір маршрутта 5 автобус болу керек, по-моему. Ол 5 автобус болмағаннан кейін, оның екінің арасында интервалда көйіп кетеді. Сосын ана 2 автобус немесе 3 автобус жүрсе, созып жүреді ақырындап, адам жинау үшін. Сіз жаңағындай өзіңіз айтқандай GPS қойып қойса, керектері адам қарап отырса, ол анау келетін уақытта или келе жатқанын көріп отырып, тез шыға қояды ғой. Сол себептен ол бір, екіншіден жаңағы жылдам жүрсін, аз жүрсін, біз хронометраж жасап, затратысын возмещать еткеннен кейін оған бәрібір. Ол өзінің ақшасын алып отырады бюджеттен. Яғни мен айтқым келгені, мемлекеттің тарапынан қолдау болса, жылдамдыққа кішкене өсіру туралы да ұсыныс болса, өйткені халық тез жеткісі келеді, енді қауіпсіздік шарасы негізінде. Сондықтан да осыған назар аударсаңыздар деген. Жақсы. Енді қорытындыласақ, жалпы өзіңіз алда жаңа жыл келе жатыр, біздің Арқалық қаласының тұрғындарына айтар сөзіңіз, қорытынды сөзіңіз. Енді кеше ғана өзіңіз қатыстыңыз, жаңа облыс басшысы Ақсақалов Құмар Арғыбайұлы келіп, үлкен кісілермен, қоғамда белсенді кісілермен және осы біздің кәсіпкерлермен кездесіп, инвесторлармен өзінің пікірін айтты. Ең басты Арқалыққа, Торғай өңіріне көмек жасаймын деді, қолдау жасаймын деді. Соны енді жаңада мен аппаратыны өткізіп айтып жатырмын. Сол қолдау жасағанға біз қазір үкіметтің жұмысын істеп жатқан бізге де, кәсіпкерлерге де сонымен пайдаланып, кәсіпкерлер несиесін, жобаларын беріп, несие алып, нелерін жұмыс орнын ашып алу керек. Бізге социальный проекттерге жобаларымыз істеп, тездетіп, ақша алып, оны игеріп алуымыз керек. Сол себептен сондай жанталас жұмыс болу керек. Енді келесі жылы үлкен жоспарлар бар. Солар орындалса деп ойлап отырмыз. Соған енді бәріміз бірігіп, енді біздің тарапымыздан көрмей жатқан, білмей жатқан мәселе сұрақтар болса, міндетті түрде енді телефон бар ғой, любой біздің тұрғын звондап айта алады. Сондай өтініш, ұсыныстарыңызды жазып жіберсеңіздер де болады. Звондап сообщениеде звондап айтсаңыздар да болады. Біз оны қарастыруға дайынбыз. Енді реальный предложениялар болса. Сол енді келесі жылға шын айтса үміт көп. Мен ойлаймын осы жаңа бір-екі цифрларды айтып жатырмын ғой, еселеп ақша көбейді. Соны жақсылап игеріп істеп алсақ,
қаламыз бір халыққа жақсы қалыпқа келеді ғой деп үміттеніп отырмыз. Рахмет.